Сәлем достар, Sabina and Family каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде влог болады және бүгін сіздер тек менің даусымды естетін боласыздар және папасы мен Адинаны көретін боласыздар. Бүгін бізде осындай әдемі жаңадан ашылған әдемі мешітке келіп қалдық. Ашылу осы жақында болды, бірақ біздер бүгін келіп отырмыз, ештеңе етпейді. Бұл мешіт Нұр-Сұлтанда, Қазақстан мен орталық Азиядағы ең үлкен жаңа мешіттің бірі болып табылады. Бұл мешітті біздер оңай болған жоқ табуымызға, өйткені тугесте жоқ екен, әлі шықпаған екен тугеске. Сондықтан әйтеуір сұрастырып тауып алдық. Мына жерде көк түсті бас күмбездің биіктігі 83,2 метр екен. Ал диаметрі 62 метр екен. 4 мұнарасы тұрған 130 метрден екен. Әр мұнара 5 бөліктен тұрады. Олар исламның 5 тірегі: иман, намаз, ораза, зекет және қажылықты бейнелейді. Сол қанаттағы бір мұнара келушілерге ашылады. Ол жерде лифт жұмыс жасайды екен, бірақ біз барғанда лифт жұмыс жасаған жоқ. Біздер ол жерге кіре алмадық. Мешіттің кіреберіс есігі әлемдегі ең биік ағаштан жасалынған. Оны тропикалық Африкадан әкелген екен. Оның биіктігі 12,4 метр екен. Қазір мен сол есікті сіздерге көрсетемін. Ал салмағы 1,5 тонна екен. Есікті қазақтың ұлттық оюлармен безендірілген. Бұл жерде барлығы ұлттық оюмен безендірілген. Сыртқы қабырғаларында көгілдір фонға ақ араб өрме жазу жазылған екен. Мешіттің қабырғалары мен күмбезінің іші түрлі түсті оюлар, өрнектер, Құран аяттары және дұғалармен безендірілген. Қазір оны бірге көре жатармыз. Ал бізбен бірге болыңыздар. Бисмилля деп осы мешіттің ішіне кіретін боламыз. Мінеки есігін көріп жатырсыздар, өте үлкен есік. Осыны айқара ашып қойған. Ал кіріп тамашалайық. Бұл жерде адам өте көп, көріп тұрғандарыңыздай, жан жақтан келген, Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген. Тамаша, өте әдемі. Достар, бізге лайк басып, комментарий жазып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Осы видеолар сіздер үшін түсіріп жатырмыз, сіздер үшін тырысып, сіздерге ұнасын деп жатырмыз. Ары қарай бізбен бірге тамашалаңыздар. Ал кеттік.
Мінекей осындай әдемі жарық мешіт, өте ұнады. Мінекей құбыла жақтағы қабырғада міне көріп тұрғандарыңыздай Алланың 99 есімі қашалған екен. Мозаика қабырғаның ұзындығы 100 метр, биіктігі 22 метр екен. Және бұл жерде, мына екінші этажын көріп тұрсыздар, бұл жерде әйелдерге намаз оқитын жер екен. Бұл жерге де шығамыз. Не Алланың 99 есімі. Мінекей мына жайылып жатқан кілемнің жалпы ауданы 15.525 шаршы метр құрайды екен. Бұл әлемдегі қолдан жасалған ең үлкен кілем. Кілемнің қалыңдығы 15 мм екен. Ол қай жерден әкелінген десеңіздер, Зеландиядан 100% жүннен тоқылған. نشأ نغرقهم فلا
мінекей екінші этажынан шықтық. Бұл жерде айттым сіздерге, әйел адамдар намаз оқитын жер. Өте әдемі, сондай күшті. Неке достар, мешіттің ортасы ашық екен, далаға шығып қарауға болады екен. Қазір соны көреміз. Мешіттің қабырғалары мен күмбезінің іші түрлі түсті оюлар, өрнектер, Құран аяттары және дұғалармен безендірілген екен. Қазақша өрнектер салынған, әдемі. Қазір міне сыртқа шығып жатырмыз, көрейік. Өте күшті. Мінекей достар, осымен саяхатымыз аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Осымен лайк, комментарий, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Сабинаның мамасы, папасы және сіңісі. Сау болыңыздар.